Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тамаша болып шығатын капкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге осылай ең алдымен жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып, оның үстіне шамалы тұзымызды, қантымызды және бізге дәм беру үшін осылай ванилин қолдансақ та болады. Дәл осы қоспамызды миксеріміздің көмегімен әппақ ақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Дәл осы массамыздың үстіне сұйық майымызды және де алдын ала өлшенген сүтімізді құйып, тағы да жақсылап миксерімізбен араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте бізге ұн қажет болады. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз да, одан кейін оның үстіне бір қасық разрыхлителімізді қосып, миксеріміздің көмегімен қоймалжы масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне, біздің массамыз дайын. Ендігі кезекте дәл осы массамызды капкейкке арналған капсулаға салатын боламыз. Дәл осындай капсулаға пісірген капкейк өте тамаша, керемет болып шығады. Міне, біздің осылай алдын ала дайындалып алған капсуламызға орташа ғана көлемде массамызды осылай толтырмай біркелкі етіп жақсылап салып аламыз. Достар, егер рецепт ұнаса, рецептін описание бөлімінен таба аласыздар. Енді дәл осы капкейкімізді осылай капсулаға салып алғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште беті қызарғанша біркелкі етіп пісіріп аламыз. Міне, біздің өте керемет болып шыққан капкейктеріміз дайын. Енді осы капкейктерімізді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге салқын сливки қант ұнтағы қажет болады. Осылай сливкиміздің үстіне қант ұнтағын салып, жай жылдамдықта қоюланғанша араластырып аламыз. Одан кейін жылдамдығын баса отырып, үстіне творожный сырымызды салып, творожный сырымыз біркелкі болған кезде жылдамдығын арттырып, қою масса болғанша дайындап аламыз. Міне, біздің капкейкке арналған креміміз дайын. Ендігі кезекте дәл осы капкейктің кремін осылай кондитерлік мешокқа салып алатын боламыз. Бізге ол үшін осылай ирек тәріздес насадка қажет болады, және де тағамға арналған краситель қажет болады. Осылай қасығымыздың көмегімен кондитерлік мешогымыздың шетіне кез келген түсімізді осылай ақырындап жағып аламыз. Одан кейін лопаткамыздың көмегімен кондитерлік мешогымыздың ішін осылай кремге толтырып аламыз. Дәл осы кремімізді ендігі кезекте дайын болған капкейкіміздің бетіне жағып шықсаңыздар болады. Асықпай, біркелкі етіп, айналдыра отырып, капкейкіміздің бетін жауып шығамыз. Егер менің арнам ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Әрбір жазған пікір менің каналымның дамуына және де қазақша контенттің өсуіне өз үлесін қосады. Сол себепті мені қолдай отырыңыздар. Осылай кремін жағып алғаннан кейін кез келген жеміспен осылай әсемдесеңіздер болады. Мендегі жеміс малина. Малина мен кремнің дәмі бір-бірімен өте керемет үйлесетін болады.
Назарларыңызға рахмет, ал бізге ас болсын.